айына 3 миллион теңге табыс әкелетін ангар қалай салуға болады? Мен Мейір Рахман, ангар саласы бойынша эксперт. Бұл ангар вообще 1000 квадраттық ангар, оған 75 миллион теңге кетеді. Онда бетон, металлоконструкция, сынгыч панель кіреді. Оның үшін есік, терезесін қоя аласыз. Осы суммаға. Егер сізде жеріңіз болса, қаланың шетінде, индустриальный зонада болсын, иншалла мен кеңес берем 75 миллион теңгеге ангар салуға. Қазіргі уақытта көп кәсіпкерлер жақсы складтар іздейді арендаға. Сондықтан мен кеңес берем 75 миллион теңгеге салып, где-то квадратный метр 3,5-3 теңгеге бересіз. Где-то 3 миллион теңгелік доход әкелуге болады ай сайын. Міне осындай жақсы табыс. Бисмилля, алыңыздар. Бұл жақсы бір инвестицияның түрі. Онда ешқандай бір сотрудник нанимать ету деген нәрсе жоқ. Охранник нанимать етесіз, қойып қоясыз. Болды, бисмилля. Бетін суын төлейсің да. Негізі ангар саласы бойынша, СТО саласы бойынша қандай да бір ақпарат керек болатын болса, мен жекеме либо комментарияға жазып кетіңіз, толыққанды ақпарат беріп сізге көмектесетін боламын.